بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Құрметті бауырлар, қадірменді тыңдарман қауым, біз сонымен имам ан-Науауидің Аллах оны кең рахмына бөлесін 40 хадистер жинағына шейх аллама Абдул-Азиз ибн Баздың Аллах оны рахмына бөлесін шархымен танысуды одан әрі жалғастырамыз. Осыдан алдыңғы мәжілістерімізде біз кіріспе сөзімен, құрастырушының және имам ан-Науауи мен ибн Баздың өмір баянымен танысып өттік. Ал енді имам ан-Науауидің өзінің осы жазған жинағына кіріспе сөзіне кірсеміз. Сонымен имам ан-Науауи өзінің осы арбаун жинағына жасаған кіріспесінде ең алдымен Алла тағаланы мақтап, барлық мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы Аллахқа тән дейді. Содан кейін ол көктер мен жердің басқарушысы, бүкіл жаратылыстардың істерін реттеуші, және ол өзінің елшісі Мұхаммадты саллаллаху алейхи уассалам мукаллафтарға, мукаллаф деген олардың мойындарына шариғи әмірлер, тыйымдар жүктелген, яғни шариғи міндеттемелер жүктелген адамдарды мукаллаф деп атады. Адам исламда мукаллаф болу үшін балиғат жасына жету керек, және ақыл есі түгел болу керек, және мұсылман болу керек. Яғни мұсылман адам егер балиғат жасына жетсе, шариғи тұрғыдағы балиғат жасына жетсе, және ақыл есі түзу болатын болса, ол мукаллаф болады, яғни сұралады. Ендігі кезеңде әмірлерді орындағаны және тыйымдардан тыйылғандығы жөнінде ол сұралатын болады. Аллахтың алдында оның жасаған істері, күнәлары барлығы жазылады, сауапты істері де, күнәлары да. Міне сондайларға, мукаллафтарға тура жол көрсету үшін және дін үкімдерін айқын дәлелдермен, нақты сөздермен түсіндіру үшін Алла тағала өзінің елшісін жіберді. Мен оған бүкіл нығметтер үшін мақтау айтамын дейді, және оның кең рахмынан әрі кеңшілігінен сұраймын дейді. Яғни фадлихи ва карамихи дейді. Карам деген сөз Алла тағаланың жомарттығын білдіреді. Фадл деген сөз Алла тағаланың мейірімі деп аударса да болады, кеңдігі де деп аударса болады. Жалпы фадл деген араб тіліндегі сөзін түсіну үшін, фадл бұл сен әлде бір нәрсе істегенің үшін, немесе әлде бір нәрсе бергенің үшін, немесе әлде бір нәрседен тыйылғаның үшін саған соның сый ретінде берілетін нәрсе емес, яғни сонымен тең нәрсе емес. Фадл деген сөз одан көбірек нәрсе. Алла тағала өзінің мейірімімен бізге, біздің істеген істерімізге сәйкес емес, өзінің рахымымен көптеген нығметтерге бөліп жатыр. Сондықтан да бізге келіп жатқан әрбір нығмет ол біздің бір жақсы істеп жатып, соны бір соған лайықты болғандықтан емес, бұл тек қана Аллахтың осы мейірімінен. Міне содан мен сұраймын дейді. Содан кейін имам ан-Науауи, мен Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты құдай жоқ екендігіне куәлік беремін. Ол жалғыз үстем билік иесі, әрі аса дана, жомарт, сондай-ақ Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам Аллахтың елшісі, сүйіктісі, әрі оның халилі және хабибі деп айтады имам ан-Науауи. Халил деген сөз араб тілінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Ибрахим алейхиссаламға жеткен адамдардың ішіндегі мәртебе. Яғни хулла деген сөз араб тілінде сүйікті болудың немесе жақсы көрудің ең жоғары деңгейін білдіреді. Және Алла тағала өзінің халилі ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды және Ибрахимді таңдап алғанын біз осыдан алдыңғы сабақтардан білеміз. Содан кейін имам ан-Науауи ол адамдарды тура жолға шақырып, пайғамбарымыз туралы анық баяндаумен дін үкімдерін түсіндіріп берді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, имам ан-Науауидің сөзін түсіндіретін болсақ, бізге түсіндірмей кеткен еш нәрсе жоқ. Яғни жәннатқа бізді кіргізуге мүмкіндік беретін бірде-бір нәрсе тастап кеткен жоқ. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізді тозаққа кіргізуі мүмкін болған бірде-бір кішкентай болсын, үлкен болсын, әлде бір нәрседен ескертіп тыйып кеткен, тыймай кеткен жоқ, ескертпей кеткен жоқ. Тіпті Абу Зар деген ұлы сахаба айтатын, тіпті аспанда құс өтіп жатса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұшып жатса, тіпті соны да бізге түсіндіріп кететін деген. Бірде бір яхуди Хасан аль-Басридің, енді исламның үстінен күлмек болып, сонда сендерге пайғамбарларың тіпті дәрет сындыруды да, үлкен дәретпен кіші дәретке баруды да үйретті ма, соны да сендерге айтты ма десе,
ол енді сонымен ұялтқысы келеді. Хасан аль-Басри әрине дейді, бәрін бізге үйретті дейді. Сөйтеді де дәреттің қандай алу керек екендігін, яғни үлкен, яғни әжетті қандай өтеу керек екенін, яғни оң қолмен сүртуге болмайтындығын, оң қолмен адам жаңағы жыныстық мүшесін ұстауға болмайтындығын, сондай ақ басқа да әдептерін, осылардың бәрін Хасан аль-Басри мақтанышпен айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге жәннатқа кіргізетін ешбір нәрсені айтпай кеткен жоқ. Сондықтан да кімде кім, бұдан біз қандай пайда аламыз? Кімде кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтпаған, істемеген нәрсені, осы дінде бар, сол жақсы деп пайғамбар істемеген нәрсені айтып соны істейтін болса, немесе соны насихаттайтын болса, сонысымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге дінді толық жеткізбеді. Ол осы нәрсенің жақсы екендігін білмеді. Біз білеміз бұны, сондықтан да осы дінді осымен толықтырамыз. Өйткені олардың мысалы айтуы бойынша бұл заманымызға сәйкес келеді. Анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қиямет күнге дейін жіберілген елші. Одан кейін елші болмайды. Кімде кім осындай іс істейтін болса, сол пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассалам жанама түрде дінді толық жеткізбегендігімен айыптаған болады. Аллах бізді бұндайдан сақтасын. Оған ең ұлы мұғжиза Құран берілді деп айтады имам ан-Науави. Одан қарай әрі ол қысқа, Құранмен бірге, ол қиямет күнге дейін болатын мұғжиза, әрі ол қысқа бірақ терең мағыналы сөздермен ерекшеленді дейді. Ол дінге қатысты терең ілім берілген, даналық сөздерге ие, тура басшылықпен жіберілген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтың оған, оның отбасы мүшелеріне, басқа пайғамбарларға және барлық салиқалы адамдарға Аллахтың салауаты мен сәлемі болсын дейді. Содан кейін имам ан-Науави пайғамбарымыз Аллахқа мадақ, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам салауат айтқаннан кейін бізге Али ибн Абу Талиб, Абдуллах ибн Масуд, Муаз ибн Джабал, Абу Дарда ибн Умар, ибн Аббас, Анас ибн Малик, Абу Хурайра және Абу Саид аль-Худри және Абу Дарда, Аллах елшісі саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан: "Ман хафиза аля уммати 40 хадисан мин амри диниха ба'атаху Аллаху та'ала фақихан йаумал қиямати фи зумратил фуқахаил улама" деген хадис дейді. Кімде кім менің үмметім үшін дін істеріне қатысты 40 хадисті сақтаса, соны жеткізсе, Аллах оны қиямет күнде фақихтар мен ғалымдардың қатарында тірілтеді дейді. Басқа риуаятта дейді имам ан-Науави, Аллах оны терең түсінігі бар білімді адам етіп тірілтеді дейді. Яғни ба'атахуллаху та'ала фақихан алиман деп айтады дейді. Тағы бір риуаятта ва кунту лаху яумал қиямати шафиан ва шахидан, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен сондай адамға қиямет күні шапағатшы болам және оған куәгер болам дейді. Тағы бір риуаятта кутиба фи зумратил уламаи ва хушра фи зумратил шухадаи, ол ғалымдардың арасында тіріледі және шахидтердің арасында жиналатын болады дейді. Бұл хадисті дейді имам ан-Науави айтады, хадис ғалымдары оның әлсіз екендігіне таласпаған дейді, яғни бір ауызды келіскен дейді. Ол тіпті осындай көп жолдармен, риуаяттармен жеткен болса да, бәрібір ол әлсіз хадис, яғни әлсіз хадиске амал етуге болмайды дейді. Бірақ ғалымдар, Аллах олардан разы болсын, бұл тақырыпқа үлкен мән берген дейді. Әрі бұл мәселеде көптеген ғалымдар осы 40 хадис жинау мәселесінде біраз тақырыптарда жалпы дінге қатысты немесе оның әлде бір бөлігіне қатысты хадистер жинаған. Бұл есік тек таңдаулы адамдарға ғана арналған емес дейді. Яғни кімде кім Аллахтың разылығын қаласа, осы есікті ашуға тырысады дейді. Осыған Аллахтың қалауымен көптеген имамдар ұмтылды деп, содан кейін имам ан-Науави, олардың біріншісі Абдуллах ибн Мубарак болған дейді. Кейін Мухаммад ибн Аслам ат-Туси, Аль-Хасан ибн Суфиян ан-Насаи, содан кейін имам аль-Аджури, Абу Бакр Мухаммад ибн Ибрахим аль-Исфахани, ад-Дарақутни деген имам, аль-Хаким, Абу Нуайм, Абдуррахман ас-Сулами, Абу Саид аль-Малайни, Абу Усман ас-Сабуни, Абу Абдуллах ибн Мухаммад аль-Ахмайди және тағы да басқа хадис ғұламалары бар. Олардың әрқайсысында осындай 40 хадис жинақтары бар. Бірақ олар барлығы осындай жалпы діннің
қағидаларына, ережелеріне емес, әлде бір салаға жасалған болуы мүмкін. Бірақ мұндай жинақтарды құрастырып өздерін осы қатарға қосуды мақсат еткендердің бәрі бұл деңгейге жете бермейді. Аллах тағала мұндай ғалымдарды халық арасында жетекші, туралыққа бастаушы және исламды қорғайтын тұлғалар ретінде таңдады дейді. Ғалымдар, дейді шейх, әлсіз хадиспен ізгі амал жасауға рұқсат, яғни жалпы кейбір ғалымдарда мынандай әлсіз хадистерге байланысты мынандай ереже бар, яғни фадаилул амал, яғни қосымша сауапты амалдарға қатысты әлсіз хадистерді қолданып соларға амал етуге болады деген пікір бар. Бірақ шын мәнісіндегі дұрыс пікір ғалымдардың арасындағы бұл жалпы әлсіз хадиске амал етілмейді. Бірақ имам ас-Суйути айтқандай, әлсіз хадис қолданылу үшін, бірінші әлсіз хадис кітаптың ең соңғы бөлігінде ғана келтірілу керек, басқа хадистерге қосымша. Мысалы алатын болсақ, тахаратты алуға байланысты сахих хадистер келген болса, және соның ең соңында осы хадисте келтірілуі мүмкін. Немесе егер хадис әлсіз болса, ол туралы арнайы ескертілу керек. Яғни адамдар шатыспау үшін бұл хадис әлсіз деп аталу керек адамдарға. Және үшіншісі, хадис амал етуге негіз болмау керек. Яғни басқа сахих хадистер амал етуге негіз болады, немесе басқа сахих хадистерде оның мағынасы, немесе Құранда оның мағынасы рас болуы мүмкін, хадистің өзі әлсіз болуымен, оның мағынасына амал етіледі. Бірақ хадистің өзіне амал етілмейді. Бірақ сақтық шарасы ретінде қарастырылуы мүмкін деген имам ас-Суйути осындай үш шарт қояды. Имам ан-Науауи міне осы бұл хадис әлсіз болса да, оның мазмұны жалпы хадистің дұрыс қағидаларына негізделеді. Бұған Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам естіген адам естімеген адамға жеткізсін. Яғни имам ан-Науауидің осы сөздерінен қандай қорытынды шығаруға болады? Демек, имам ан-Науауи әлсіз хадиске амал етті ме? Жоқ, ол әлсіз хадиске амал еткен жоқ. Бірақ оның мағынасы дұрыс болғаннан кейін және өзінен алдыңғы көптеген имамдар осы жолды таңдап 40 хадис жинаған болғандықтан, және осы хадистердің пайдасы бар екендігі, және олар негіз болатын хадистер болғандықтан, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы мынау басқа хадисіне амал жасап, яғни естіген адам естімеген адамға жеткізсін деген хадистерін, сондай-ақ Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам әрі қарай айтады, имам ан-Науауи, Аллах бір сөзді естігенде оны толық түсініп басқаларға да дәл солай қалпында жеткізген адамды жүзін нұрландырсын деген хадиске амал етіп, осы хадисті наддараллаху мраан самиа мақалатия фа уааха фа аддаха кама самиаха деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисіне амал етіп, осы 40 хадисті жинауға кірістім дейді. Ғалымдардың ішінде 40 хадисті жинақтағандар көп болды дейді имам ан-Науауи айтады. Олар бұл хадистердің діннің негіздеріне, фиққа, джихадқа, сондай-ақ зухтқа, әдепке, ахлақ және басқа да тақырыптарға арнап жинады. Олардың барлығы мақсаттарының, жинау мақсаттарының жоғары болуымен және сол жинаған адамдардың талпыныстарының, яғни мақсаттарының, ниеттерінің шынайылығымен ерекшеленеді дейді. Мен де, дейді имам ан-Науауи айтады, содан кейін осы істі қолға алдым дейді, және Аллахтан көмек сұрай отырып, барлық маңызды мәселелерді қамтитын, яғни исламдағы бүкіл жалпы мағынаға ие әмбебап деп айтамыз ғой, яғни исламның барлық жағына да қатысты болған әрбір мұсылманға қажетті болып табылатын хадистерді жинақтауға тырыстым дейді. Бұл хадистер исламның негізгі қағидаларын қамтиды. Яғни бұл хадистердің барлығы, имам ан-Науауи жинаған барлық хадистер исламның әлдебір қағидаларының бір қағидасы болады. Жалпы қағидалардың бір қағидасы болады. Ғалымдар олардың кейбірін тіпті діннің негізі деп атаған, немесе оның жартысы деп атаған. Мысалы, бірінші хадисті алатын болсақ, иннамал аъмалу бинният деген діннің жартысы деп айтады. Немесе 1/3 бөлігі деп айтады. Әл-халал байин уәл харам байин деген хадисті. Мысалы, олардың бәрі осы хадисте қарастыратын боламыз, Алла тағала нәсіп етсе. Әрбір мұсылман осы хадистерді жаттап алу керек дейді имам ан-Науауи айтады. Бұл бізге ең алдымен насихат, және осы хадистер не үшін? Өйткені олар исламның ең негізгі тіректері. Адам өмір сүрген кезде кез келген жағдайда осы хадистерді біліп жүретін болса, соларға амал ететін болса, оған осы дінін ұстануда, дінді дұрыс ұстануда,
оған бұлар көмектеседі. Өйткені олар исламның ең негізгі тіректері, оның ережелері мен негіздері, Аллах тағаланың шариғаты мен даналығының не дейді көрінісі, соларды паш етеді. Сондықтан да мен бұл жинақты тек сахих сенімді хадистерден құрастыруға тырыстым. Бұл хадистердің басым бөлігі имам әл-Бұхари мен Муслимнің сахихтарында кездеседі дейді имам ан-Науауи. Сосын мен бұл хадистерді қысқа әрі мағыналы етіп жинадым дейді. Яғни бұл хадистерден имам ан-Науауи айтады, мен несін алып тастадым, иснатты алып тастадым дейді. Тек сахабаның атымен шектеледі және хадистің өзінің мәтінімен. Не үшін? Оларды жаттау оңай әрі түсіну жеңіл болсын деп, қарапайым адамдарға. Өйткені хадистерді жаттау білім алудың алғашқы қадамы болып табылады. Және осы да имам ан-Науауидің мынау ғалымдардың ішінде Раббани дейді. Раббани ғалым деген кім деген сөз? Яғни ол кішіден үлкенге бастайтын, жеңілден қиынға қарай адамдарды бірте үйрететін адам. Міне осындай ғалым Раббани деп аталады. Содан кейін имам ан-Науауи, мен Аллахтан осы ісіміздің осыдан жәрдем тілеймін дейді. Яғни уалаллахи иътимади деп аяқтайды. Яғни мен Аллахқа жүгінем осы ісімде, одан кешірім тілеймін дейді. Уа илайхи тафуиди уа истинади уа лахул хамду уа ниъма дейді. Оған тәуекел етемін және бүкіл істерімді оған тапсырамын дейді. Және Аллахтың рахымымен тауфиқ және тілеймін дейді, және өзімізге береке болуын тілеймін дейді. Шейх Ибн Бас осы түсіндірмеге қысқаша шарх жасап, Альхамдулиллахи раббил аламин, вассаламу аля расулилlah, ва аля алихи ва асхабихи, ва мен ихтада бихудаху дейді. Бүкіл мақтау мадақ Аллах тағалаға тән, пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлемі болсын дейді. Содан кейін 40 хадис жинағы өте ұлы еңбек. Онда 42 хадис жинақталған. Ал содан кейін Хафиз ибн Раджаб, Аллах оның рахымына бөлесін, оны 50-ге дейін жеткізді дейді. Яғни оған тағы да хадистерді қосты. Өзім қосам деп жөн көрген білім талап етушіге оны жаттау қажет деп айтады Ибн Базда. Өйткені олар өте маңызды әрі пайдалы болып табылады дейді. Аса жоғары Раббымыздан бізге оқыған білгендерімізді пайдалы етуін және біздің өзімізді сол білгенімізге амал етушілерден етуін, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне толық ауытқымай ілесуімізді нәсіп етуін, және бұл дүниеде сүннетте өмір сүріп және ақыретте сүннетте тірілуімізді, сүннетті ұстанушылармен бірге болуымызды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және оның ілесушілерімен бірге болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу